Сәлеметсіздер ме оқушылар? Здравствуйте, ученики! Біздің бүгінгі сабақтың тақырыбы сағат 12 болды. Сағат 12 болды. Время 12 часов. Сабағымыздың мақсаты мәтін мазмұны мен кейіпкерлердің іс-әрекетін нақтылау үшін сұрақтар құрастыру және оған жауап беру. Ал енді балалар, біз сіздермен жаңа сөздермен таныс боламыз. Жаңа сөздер – это новые слова. Да, ребята? Хорошо. Сағат неше? Который час? Тура. Ровно. Қалды. Осталось. Кетті. Прошло. Еще раз повторите. Сағат неше? Тура. Қалды. Кетті. Жарайсыңдар, балалар. Келесі тыңда, қайтала, оқы. Слушай, повторяй, читай. Менің сағатым. Мои часы. Сенің сағатың. Твои часы. Сіздің сағатыңыз. Ваши часы. Оның сағаты. Его или ее часы. А теперь обратите внимание на эти предложения, ребята. Он минут қалды. Қалды – это осталось, да? Осталось 10 минут. Кетті переводится как прошло. Значит, он минут кетті – это означает прошло 10 минут. Енді балалар, біз қазір бірге сандарды қайталаймыз. Сіздер сандарды қалай аталуын білесіздер. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Молодцы, ребята! А теперь обратите внимание на эти картинки. Енді бұл суреттерге назар аударамыз. Сағат неше деген сұраққа жауап береміз. Ответьте на вопрос, который час. Бірінші суретте сағат 12 болды. Сағат 12 болды. Время 12 часов. Екінші суретте сағат 9 болды. Сағат неше болды? Сағат 9 болды. Время 9 часов. Сағат тура 7 болды. Тура – это ровно, да, ребята? Сағат тура 7 болды. Время ровно 7 часов. 9-дан 10 минут кетті. Кетті – это прошло. 9-дан 10 минут кетті. С 9 прошло 10 минут. Бірге 5 минут қалды. Қалды переводится как осталось. Осталось 5 минут до часа. Келесі тапсырма, второе задание. Суреттерге қараймыз, оқимыз. Мынау менің сағатым. Это мои часы. Сағатым 12 болды. Время 12 часов. Мен кітап оқимын. Я читаю книгу. Мынау менің сағатым. Это мои часы. Сағатым 2-ге 10 минут қалды. Сағатым 2-ге 10 минут қалды. В моих часах осталось 10 минут до 2. Мен тамақ ішемін. Я кушаю. Мынау менің сағатым. Это мои часы. Сағатым 10-нан 10 минут кетті. Сағатым
10-нан 10 минут кетті. Часах показывает, что с 9 прошло 10 минут. Мен футбол ойнаймын. Я играю в футбол. Жазылым тапсырмасы, письменная работа. Это у нас төртінші тапсырма, четвертое задание. Оқы, прочитай, көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны жалғап жаз. Ребята, вы должны здесь вместо многоточий добавьте нужные окончания. Пишите в тетради. Я жду вашей работы, ребята. Біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. До свидания.